Бір күні данышпаннан осы у деген не деп сұрапты. Данышпан жан-жағына мұқият қарап, терең бір тыныс алып, қажетті мөлшерінен асқан әрбір нәрсе у деп жауап береді. Сөзін әрі қарай жалғап, мөлшерінен артық билік пен күш адамды залымға айналдырады. Ал шамадан тыс демалыс адамды жалқаулыққа жетелейді. Артық жеген ас ауқат ағзаны шаршатады, рухты әлсіретеді. Ал әсіре менмендік жүректің көзін жапса, тым қатты қорқыныш адамды өз тұтқынына айналдырады. Тіпті мөлшерден көп әрекетсіздікте адамды жайбасар етеді. Шамадан тыс өкпемен ашу жүректі ренжітеді. Тым қатты қуану да адамның өлшемін бұзады. Аса қатты жек көру адамның жанын қарайтады. Жақсы ниеттің өзі мөлшерінен асып кетсе, адамды зиянға ұшыратады. Су адамға өмір сүру үшін қажет, бірақ шамадан көп су адамды тұншықтырады. От адамды жылытады, мөлшерін білмесең өртеп жібереді. Махаббат жанға ләззат сыйлайды, мөлшерден асып кетсе көрсоқырлыққа ұрындырады. Дүниедегі әр нәрсе тиісті мөлшерін білгенде ғана пайдалы. Мөлшерден артып кетсе ақырындап уға айналады. Адам көбіне әдейі жасалған жамандықтан емес, мөлшерсіздіктен зиян шегеді. Сондықтан да өмірдің мәні әр нәрсенің дұрыс мөлшерін білу. Өмір тепе-теңдікті ұстау өнері деген екен.